Елімізде көктемгі егіс науқаны басталды. Биыл 21,5 миллион гектар алқапқа ауыл шаруашылығы дақылдар себілмек. Дәнді дақылдар 15 миллион гектарға егілсе, оның 12 миллионына бидай себіледі. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Сапархан Омаров мәлімдеді. Көктемгі дала жұмыстарын жүргізетін шаруаларды қаржыландыру мақсатында 60 миллиард теңге көлемінде жеңілдетілген несие бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 20 миллиардқа артық. Диқандар дизель отынынан да тапшылық көрмейді дейді мамандар. Көктемгі егіс науқанына арзан бағамен 370 мың тоннаға жуық жанармай жеткізілмек. Егін бітік шықса 7 миллион тонна бидай экспорттау жоспарланған. Алдыңғы жылы 5 миллион тоннадай өнім шетелге сатылды. Былтыр іске қосылған Қазақстан, Түркменстан, Иран халықаралық темір жолы экспорт көлемін 2 есе ұлғайтуға мүмкіндік берді дейді вице-министр. Уважаемые журналисты, 2014 жылғы деңгеймен салыстырғанда бидай алқабы 235 мың гектарға, күріш алқабы 8,5 миллион мың гектарға қысқару күтіліп отыр. Соның арқасында дәнді жемдік бұршақты және жарма дақылдарының алқабы 104 мың гектарға ұлғаятын болады. Былтырғы алынған астықтан биылға келетін астықтың көлемі кем болмайды деп есептейміз.